Ассаламу алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Егер бағып отырған бота тайлақтарыңыз шөп жей алмай қиналса, аузынан ақ көбік ағып көзі жасаураса, іші тартылып арықтаса, тіл үстіне немесе көмейдің екі жағына теңгедей болып ойылған көптеген жарақаттар пайда болса, онда ол түйе түлігінде кездесетін түйенің теңге індеті болуы әбден мүмкін. Бұл індетті уағында емдемесе, түйе төлдеріне қауіп төндіреді. Ал енді бұл індетті ең қарапайым өнімді жолмен қалай емдеу керектігін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, бұдан да басқа құнды ақпараттарымызды уағында көру үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Арнамызда 4 түлік малға қатысты түрлі індеттерді емдеу және алдын алу, мал шаруашылығы туралы құнды ақпараттар айтылады. Қазақ тілді YouTube арнаны қолдап достарыңызбен бөлісіңіз. Түйе төлінің теңге індетін төмендегідей ең қарапайым әрі өнімді екі түрлі жолмен емдеп сақайтуға болады. Бірінші, ауыз қуысын 10% ашутас ерітіндісімен күніне 2 рет жуамыз, немесе 0,1 проценттік марганцоп ерітіндісімен жуу керек. Екінші, жуып болған соң ойық жараларға витамин В1 таблеткасын талқандап, 5% йод глистерин ерітіндісіне араластырып жағу керек, немесе қызылша күлімен ашу тасты араластырып ойық жараға себу керек. Міне осы қарапайым ғана екі түрлі емдеу жолы арқылы малыңызды әрі тез әрі өнімді жолмен емдеп сақайтуға болады. Видео пайдалы болса арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.